Ama kumudur melek. Давайте маған қарап айта беріңіз аға бүгінгі Аллажар қолдау қоғамдық қоры осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына және желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығына орайластырып, және де Ләззат Асанованың туған күні 27 шілде осыған орайластырып, осы әкімшілікке, қалалық әкімдікке 2 хат жаздық. Тура бір ай бұрын 27 маусым күні хат жазып едік, оған рұқсат етілмей, мына арыздың формасы дұрыс емес, және басқа да себептермен рұқсат бермеген. Содан кейін біз енді арыздың бәрін қайтадан дұрыстап жасап, қайтадан жазып, 15 шілде күні екінші рет хат жаздық. Осындай мәдени шараға өздерінде шақырып, келіп бір гүл шоқтарыңызды, гүлдестелеріңізді қойып, осы жерде желтоқсан 86 көтерілсін, және батырларының рухына Құран оқып, осы жерде біраз мәдени шара өткізейік деп. Бірақ та оған да жауап келді, мына жердің жол қозғалысына және де жүргіншілерге кедергі келтіретін болғандықтан олар рұқсат бермеді. Енді көптеген адамдарға біз алдында хабарлап үлгергенбіз. Көпшілігі заң сүйетін, заңды орындайтын халық болғандықтан көбі келмеді бүгін. Бірақ та сол естімей қалған жан-жақтан, Кентаудан, оңтүстік Қазақстан, басқа жақтардан да келген азаматтар осында хабарсыз, хабар алып үлгермеген, солар келіп, осы шараны енді мынандай үлкен деңгейде өткізсек те атап өтейік деген мақсатпен біз осында бүгін жиналып отырмыз. Аллажар қолдау қоры 2006 жылдан бері міне үзбей 27 шілде күні осы желтоқсан батыры Ләззат Асанованы еске алып, осындай қолдан келгенше шаралар өткізіп келе жатыр. Бұл дәстүрлі шара болғандықтан бұл жерде ешқандай заңға қайшылық жоқ. Біз осы мемлекетіміздің тәуелсіздігін армандап, сол тәуелсіздік жолында құрбан болған басқа да желтоқсан батырларының рухына осы жерде Құран оқыдық қазір. Бұл тәуелсіздіктің 20 жылдығы мен желтоқсан 86 көтерілісінің 25 жылдығы бұл қатарласып келіп тұр. Бұл әрқашанда қатарласып жүреді. Бір жағынан осы желтоқсан 86 көтерілісі мен тәуелсіздік екеуі егіз ұғым. Бұны бір-бірінен ажыратуға болмайды. Сондықтан мына Аллажар қолдау қоғамдық қоры өзінің алдына қойған жоспары бар осы жылдық. Сол жоспарының бір шарасы осы. Қандай жоспарлар бар? Енді тәуелсіздіктің 20 жылдығына орайластырып, осы азаматтық қоғамды дамытушы Алашұны қоғамдық бірлестіктер одағы, оның құрметті төрағасы Советхан Ғаббасов, Алашұны қоғамдық бірлестіктер одағының билер кеңесінің төрағасы Оразалы Сабден ағаларымыз бәрі бірлесіп, осы